Мен сендерге бір страшный эксперимент туралы айтып кетейін ба, достар? Ол эксперимент Ұлы Отан соғысында, нацистский Германия дейді ғой. Нацистский Германияда оларда қаншама ученыйлар болған ғой. Сол ученыйлар жаңағы пленныйларға, сталып алған жаңағы пленныйларға неше түрлі эксперимент жасаған. Ол туралы оқысаңдар в шоке боласыңдар. Неше түрлі, небір бәле страшный эксперименттер жасаған. Сол страшный эксперименттердің біреуінде андай мынандай эксперимент жасапты. Эксперименттің аты қалай еді? Психологический, эксперименттің аты гипнотический ожог деген сондай теория болған. Соны тексереміз деген. В общем, былай болған. Жаңа пленный адамды отырғызып қойған. Сосын отырғызып байлап тастаған қол аяғын қозғала алмасын жаңа орындыққа. И сосын андай раскаленный, прям ысып тұрған қып-қызыл қасық болады ғой. Мынандай қасықты алып келген. Сосын айтқан, біз қазір мынау раскаленный қызыл, жаңа ып-ыстық, мынау қып-қызыл болып тұрған қасықты сен денеңе басамыз деген. Жаңа пленныйға айтқан, жаңа ученыйлар. Сосын жаңағы испытуемый жаңа пленныйдің көзін байлап тастаған, чтобы көрмесін деп. И именно жаңа байлап тастағаннан кейін резко жаңағы нені ауыстырып алған қасықтарды. То есть жаңағы раскаленный қасықтың орнына андай обычный қасық болды ғой, обычный суық қасық алып резко басып қалған. Жаңағы басып қалып, короче, 5 секундтай ұстап тұрған. И сол моментте жаңағы нені қасықты алып қалғанда, алып қалып мына жерін қараса жаңағы ненің жаңағы пленныйдің кәнскіде мына жерінде не пайда болған дейді, андай ожог дейді ғой. В общем, кәнскіде мына жер күйіп қалған, қызарып, уже андай нелер шығып жатыр, волдыри дейді ғой. Жаңағы адам денесі күйіп қалғанда нелер шығады ғой, пузырлар. Вот солай болған дейді. И бұл жерде неге олай болған? Бұл жерде, в общем, достар, жаңағы адамға самовнушение жасаған ғой. Жаңағы теорияны тексереміз деген, адамға внушать етіп, сондай гипнотический ожог жасауға бола ма деп. И олардың эксперименттер жаңағы өткен, и олар түсінген, что гипнотический ожог деген ол рас екен. Негізі гипнотический ожог пен эксперименттер ол 1880 жылдан басталған. Мен қаншама статьялар осы 2-3 күнде жаңағы қаншама статьялар оқып тастағам, чтобы көбірек сендерге информация беру үшін. Өзіме де қызықты ол тематика. Сосын бұл эксперименттер жаңағы нацистский ученыйлар ғана жасамаған. Бұл экспериментте енді наука ғой. Наука дегенде жаңағы басқа мемлекеттердің бәрі істеген. Мысалы, орыстарда академик Павлов дейді. Сосын жаңағы қаншама в общем, мен жаңағы сендерге ссылкасын қалдырып кетемін, қазір айтам қайда екенін. Сол жерде өздерің оқысаңдар, өте қызықты научный статья. Бірақ та ужасный, реально ужасный сондай эксперименттер туралы. Сосын жаңағы басқа да ученыйлар андай эксперимент жасаған дейді. Адамды гипнотический состояниеға түсірген, уже адамға гипноз жасайды ғой, сосын внушать еткен дейді. Жаңағы айтқан, жаңағы гипнотизер, қазір сенің құлағың үсіп қалады деп. Олардың өздерінің сөздері бар ғой, неше түрлі сөздер айтатын. Қазір мына жерде охлаждение болып жатыр, мына жер температура суық, сенің құлағың тоңып жатыр деген сияқты. Сол моментте сондай экспериментте адамның құлағы реально үсіп қалған дейді. Вот. Сосын сендерде взрыв мозга болып жатқан шығар, бұндай взрыв мозга менде де болған. Қалай ол деп, негізі адам сондай информация біріншіде естігенде таң қалады ғой, адам сенбейді негізі, көп адам сенбейді анау. Сосын мынандай да историялар болған, оны Владимир Довгин деген кісіден естігем. Бір адам жаңағы морозильный камерада қамалып қалған ғой, өшіп тұрған морозильный камерада. Сол морозильный камерада қамалып қалып, жаңа морозильный қосып тұр деп өз-өзіне внушать етіп, адам полностью өз денесін қатырып тастаған дейді. Прям андай замороженный дейді ғой, полностью қатырып тастаған. Оны жаңағы нелер скрывать еткен ғой. Жаңағы моргта скрывать етеді ғой адамды. Жаңағы өлгеннен кейін тексергенде, тексерсе кәнскідей жаңағы бүкіл денесінде переохлаждение болған дейді. Органдары бәрі қатып қалған сондай. Сонда мынау былай қысқаша айтқанда мозг может сжечь тело, может обморозить тело. Бұл жаңағы уже научно подтвержденный, бірақ та бұны көп жаңағы нелерге шығара қоймайды. Сол жаңағы өздеріңе бірдеңе айтқанда, өздеріңе бірдеңе сөйлегенде, жаңағы біз сөйлейміз ғой, мысалы адамдар бір-біріне, ай, осы менің миым істемейді ай деп жаңағыдай байқамай қаламыз ондай сөздерді.
ой мақұлық басым-ай деп адамдар жаңағы сондай сөздер сөйлейді ғой. Оның бәрі былай айтқанда самовнушение. Орыстарда бір күшті андай не бар, мақал бар. Скажи человеку 100 раз, что он свинья, и он захрюкает деген. Былай қарасаң, истина, адамға бір затты айта берсең, ол адам сеніп қалады. Сенбеймін десең де, со временем сеніп қалады ол. Мына адамдар сектаға кіріп кетеді ғой. Кіріп кеткеннен кейін фанатик болып кетеді ғой, фанатичный. Бір затты айта береді, уже убежденный болады сол затқа. Полностью сеніп алған. Сол кезде оказывается, секталарда мынандай техника бар екен, адамдарды сендіріп тастайтын. Бір сөзді, жаңағы бір сөзді, сендіртетін сөзді 10 мың рет қайталатқызады екен. 10 мың рет қайталай береді, адам қайталай береді. И сол қайталай бергеннен, в общем, жаңағы адам сеніп қалады екен. Оны самовнушение дейді. Көп адамдар негізі біле қоймайды. Ол самовнушение деген масқара зат. Адамды, любой затқа сендіріп тастауға болады екен. Неше түрлі жаңағы техникалар бар, неше түрлі андай. О, айта берсең, ұзақ әңгіме негізі. Но бірақ та солай. Анау супер мамасита деген блогер әйел бар ғой, который қазір шүпірек сатып жүрген. Адам қолына байлап алады, бір жеріне байлап алады. Соны байласа, адам армандарына жетеді дейма. Сосын жаңағындай бесплодный әйелдер соны байлап алса, олар бала туалады деген сияқты. Или бір адамдар ауру болса, аурулары жазылып кетеді деген сияқты. Сол жайлы жаңағы айтып кеткім келіп тұр. Ол мен предположением сразу айтып қойын сендерге. Жаңағы бұл жерде менің жаңа ойым бойынша самовнушение деп ойлаймын бұл жерде негізі. Именно мощный самовнушение, именно мамаситаның мощный самовнушениесі әсер ету мүмкін адамдарға. То есть жаңағы сразу біліп алайық. Мысалы, мамаситадан жаңағы қызыл шүпіректі сатып алатындар олар кімдер? Ол мамаситаның самый преданный фанаткалары. То есть мамасита оларға авторитет, лидер мнений дейді ғой, авторитет. И сондықтан ол адамнан не сатып алса да, ол авторитетті болып көрінеді. Ол адам не айтса да, соған сенеді. Бұл жерде самый важный фактор сену, вера, самовнушение. Егер де жаңағы, мысалы жаңағы мамасита оларға айтты ғой, жаңағы қызыл шүпірек тағып алыңдар, сендердің армандарың орындалады. Егер де бала жаңағы туалмай жүрсіңдер, туасыңдар деген сияқты. И бұл жерде мен ойлаймын, что бұл жерде қызыл шүпірек емес көмектесетін әрине. Бұл жерде адамдардың өз-өздеріне внушениесі. То есть адам өз-өзіне внушать еткенде, олар жаңағыдай запускает процессы в организме дейді ғой. Сондай процесстарды запускать етіп, сондай процесстер реально болу мүмкін ол. Ол научно доказанный факт. Мен алдындағы роликті айтып кеткем. Сила самовнушения деген. Адамдар самовнушениенің арқасында даже жаңағы кеуделерін күйдіріп алған, или жаңағы құлақтарын қатып тастаған, жаңағыдай обморожение болған құлақтарында. Ол бәрі научно подтвержденный статьялар. Хилл Наполеон деген кісі өзінің кітабында «Думай о богате» деген өзінің историясын айтады. Оның жаңағы Хиллдің баласы андай не болып туыпты. В общем, құлағы жоқ болып туған ғой. В общем, құлағына плоский болған дейді. Вообще құлағы болмаған, екі құлағы да естімеген дейді. И сосын жаңағы өзінің баласына как-то внушать етіп. Жаңа бүкіл врачтар айтқан дейді оған, сенің балаң ешқашанда естімейді деп. Бірақ та Хилл Наполеон жаңағыны баласына внушать етіп, өзінің бір способтарын қолданып внушать етіп, сол баланы айтады ғой, против законов природы дейді ғой. Жаңағы балаға настолько внушать етіп тастаған, что жаңағы құлағы естімейтін бала, құлағы мынандай жабық болып. Сол бала ести бастаған дейді. Сол мен кітаптан оқыдым, самовнушение деген главадан оқысандар болады. Мен жаңа оқыған затымды айтып жатырмын. Енді Хилл Наполеон деген авторитетный адам ғой, былай қарағанда. Жаңа кітап жазатын ол адамға сенуге болады. Сосын жаңағы врачтар кәдімгідей врачқа апарған ғой, мен балам мені ести бастады деген. Сол кезде врачтар бәрі сол кезде шоке болған дейді. Жаңа құлағы ести бастаған, бірақ та жай ести бастаған. Сосын слуховой аппарат салып, кәдімгідей слуховой аппаратпен құлағы бәрі 100% естіп кеткен дейді. Сол жаңағы «Думай о богате» деген кітапты, самовнушение деген главаны оқысаңдар, күшті. Сол жерде самовнушение туралы көп зат түсінесіңдер. Барлықтарыңа сол кітапты советую оқыңдар, достар. «Думай о богате» Хилл Наполеон. Самовнушениемен қаншама емделіп кеткен адамдардың историялары бар негізі. Әрине енді самовнушение әр адамға көмектесе береді деп айтуға болмайды.
әрине бұл внушенияның несіне байланысты, мықтылығына байланысты деген сияқты. Жаңа адамдар рак мозгадан емделген дейді қаншама. Мысалы, сондай статьялар да бар, қаншама фильмдерде түсірілген олар туралы. Адамдар реально рак мозга неизлечимый болезньнен жаңа самовнушениемен емделіп кеткен. Өздеріне неше түрлі внушать етіп, жаңағы емделіп жатырмын деген сияқты қаншама аффирмация сөздер айтып. Вот, достар, сондықтан вообще самовнушениені жаман жағына қолдануға болады, жақсы жағынан да қолдануға болады. Сондықтан өздеріңе сөз айтқан сөздерің, ойлаған ойларың бәрі тек жақсы ғана болу керек, позитивный. Андай жаман внушение, жаман ой деген сияқты ондайлар болмау керек. Егерде бақытты өмір сүремін десеңдер, дұрыс внушение жасаңдар өздеріңе. В общем, достар, кімге жаңағы научный статья кімге қызықты, ол сол научный статьяның ссылкасы мен инстаграмда актуальный сторисқа салып кетем. Соған басып көрсеңдер болады. Өте қызықты статья, өте пайдалы. Сондықтан оқысаңдар болады. Сол жерде жаңағы либо бірінші, либо екінші актуальный сториста болады жаңағы статья. Соны ашып оқыңдар, достар.